Әйеліне сабырлы болу. Тақуа діндар адамдардың әдеті әйелдеріне сабыр ету, олардан келетін қиыншылықты көтеру. Бұл туралы көптеген ғибратты әңгімелер бар. Солардың бірі мынадай. Шейх Ахмад ар-Рафаидің Құдси рух күнде ұрысып ауыз жаппайтын долы әйелі бар еді. Бір адам түсінде шейхтің Алла разы болатын жоғары дәрежесі бар екенін көреді. Bir күні бұл адам шейхтің үйіне барғанда әйелі оның иығынан көсеумен ұрғылап жатқанын, киімінің қап-қара болып кеткенін көреді. Шейхтің болса үнсіз қарап тұрғанын көреді. Әлгі кісі ашынып үйден шығып кетеді. Содан кейін ол шейхтің мүриттерімен кездесіп, олардан: "Уа адамдар, мына әйел шейхімізге соншалықты зиян келтіріп жатқанда, сендер қалай үндемей отырасыңдар?" дейді. Мүриттердің бірі: "Бұл әйелдің махрының құны 500 динар, ал шейх кедей адам" дейді. Онда бұл кісі 500 динар жинап табаға салып шейхтің алдына қояды. Шейх бұл не деп сұрады. Ол: "Бұл сізге жамандық жасап жүрген ана байғұс әйелдің махры" деп жауап берді. Сонда шейх күлімсіреп: "Егер мен оның ұрып соғуына, ащы тіліне шыдамағанымда, түсіңде мені Алла разы болатындай жағдайда көрер ме едің?" дейді. Bir тақуа кісі әйелімен ажырасқысы келгенде біреулер оған: "Оның саған қандай зияны тиді?" деп сұрайды. Ол: "Ақылды адам әйелінің айыбын ашпайды" деп жауап береді. Ажырасқаннан кейін олар тағы да: "Оны неге талақ еттің?" деп сұрағанда, ол: "Мен үшін бөтен кісіге айналған әйел туралы айтудың маған не керегі бар?" деп жауап береді. Сондықтан балаларым, әйелдеріңмен жақсы қарым-қатынаста болуларыңды бұйырамын. Оларға жақсы мінез көрсет, жұмсақ болып, разылық пен қанағатта болыңдар. Адамдар біз сияқтыларды ең кішкентай олқылығы үшін сынайды. Ұсақ-түйек кемшіліктерімізді, істерімізді үлкен көреді. Мейлі сөз болсын, мейлі іс болсын, адамдар бізді сөгетін нәрселерден сақ болыңдар. Жұбайларыңа мейірімді, жайлы болыңдар. Алла Тағала сендерге бірге бақытты өмір сүруді нәсіп етсін. Егер біз әйелдерімізбен жиі ұрысып, нашар қарым-қатынаста болсақ, онда олар бізді аз құрметтеп қадірлейтіні сөзсіз. Олар көп жағдайда үй шаруасымен айналысып, бізге қарауға уақыттары жетпей жатады. Сондықтан сабырлық танытып, оларды кешір. Қатаң болмай, ақырын, биязы түрде насихат айт. Олардың жасап жатқандары бізге жетеді.